Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен кеселі құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ажурные блинчики. Ол үшін жұмыртқамызды, қантымызды және де тұзымызды салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше және айранымызды құйып, араластырып, ұнымызды електен өткізіп, біркелкі болғанша араластырамыз. Қайнап тұрған ыстық суымызға 1 шай қасық ас содамызды салып, араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін пісіріп ала бересіздер. Өте керемет болып шығады достар, дайындап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айсада.